Баршаға сәлем достар, сіздермен Сұлтан Фильмс. Достар, менің арнамда 90% адам жазылмай қарайды екен. Үлкен өтініш, арнаға жазылып кетейік. Сіздер қолдасаңыздар, келесі бөлімде ертерек салуға тырысамын. Одан бөлек Telegram каналда қызықты кинолар салып, бірге қарайтын боламыз. Сілтемесі описанияда. Ал ендеше шолуды бастайын. 6-шы бөлімде Уэнсдей Кудиді шақырмақ болды. Ол өзінің қабілетін шыңдап, барлығын үйретуге ниетті. Бірақ онысынан ештеңе де шықпайды. Енит келіп екеуі сөйлесіп тұрғанда, біреу хат тастап кетеді. Ол жерде қызға түн ортасында бір жерге келуін сұраған екен. Бұл Куди болар деген оймен екі қыз сонда танады. Сөйтсек, бұл оқушылардың жасаған тосынсый екен. Яғни бүгін Уэнсдейдің туған күні. Комментарийда құттықтап қойыңыздар. Ят болмасын. Бұның барлығын ұйымдастырып жүрген қол көрінеді. Что во фразе «вечеринка будет только через твой труп» ты не понял? Бұл кезде қыз таста жазылған сөзді байқап қалды. С неба хлынет огонь, когда я вернусь. Оны ұстаған бетте көру қабілеті іске қосылды. Ол жерде Кудиден қабілетін шыңдауға көмек сұрайды. Невозможно управлять бурной рекой. Учись плыть по ней и не тонуть. Сосын Киркстоунды табу үшін мына үйді іздеп тап дейді. Ертесіне оның суретін салып, артынша тосын сүй үшін Енитке ренжіп отырғанын байқаймыз. Себебі туылған күнін тойлауды қыз ұнатпайтын еді. Қол болса ата-анасының сыйлығына келді. Енитте қызға арнап өз қолымен қара шарп тігіп берген екен. Одан бөлек өзіне де түрлі түстін тігіп алған. Келесі кадрда директор мен мэр сөйлесіп келеді. Олар өртті қойған кім екенін білетін емес. Өрт болған жерде Уэнсдей тұр. Оның қасына Ксавьер келіп сөйлескісі келгенімен, қыз ол жігіттен алшақ болғысы келеді. Себебі жігітті құбыжық деген күдігі бар екен. Жігіт егер көмек сұрап келетін болсаң, мен саған әрдайым ашықпын деп кетіп қалады. Барлық жақсы болған қой. Барлығын жақсы болғанын қалайсың ба? Мамаң қандай адам, айта қойшы? Жақсы. Күнде тамаға келеді. Болды жөн. Азанда тұрғанда көкірегім көсеремін де бәрі жақсы болады. Алланың қалауымен деп. Бірақ балаларым түріне қараймын да. Болмайтын сияқты. Ештеңелеріне жеткізе алмаймын ғой деп. Қалай күн көреміз деп. Бес баламен өстіп далада қалам деген ұйықтасам түсіме көрмеген. Бес баланың әкесі қайда? Келісім бойынша екеуміз екі жаққа кеттік қой. Бес баламен алмайды бәсек. Квартираға. Қазір уақытша тұрып жатсыз, е? Уақытша. Элементарно бір қыстық курткаларын да беріп қуанта алмаймын. Сол да жүрегіме батады. Ағайын, сізден бір 500 теңге 1000 теңге шығын шығар. Бірақ соның арқасында бұл кісілер баспаналы болады. Өмір бақи, мына 5 бала сіздерге алғысын айтып өтеді ғой. Бұл кезде Бианка Лукастың қолындағы браслетті байқады. Бұл браслетті қыздың анасы беріп, жігітті өз секталарына тартқан екен. Бианка оған бұл топтан шығып браслеттен құтыл. Әйтпесе сені алдап, қалтаңнан барлық ақшаны сорады дейді. Кетіп бара жатқанында Лукас оны кездесуге шақырады. Ал қыз болса еш жауап берместен кете береді. Уэнсдей Юджиннің қасына келді. Ол өзін кінәлі сезініп отыр. Осы кезде доктор жігіттің жағдайын білуге келді. Ол кісі қызға жүрегің жібіпті дейді. Я все так же холодна и бессердечна, как и при нашей первой встрече. Холодный и бессердечный человек не станет сидеть у постели друга и винить себя в его положении. Мэр жұмыста отырған кезінде Гейста туралы мәлімет алады. Артынша Уэнсдейдің мейрамханаға келгенін көреміз. Тайлер оны туған күнімен құттықтап, артынан кешкі асқа шақырады. Осы кезде шериф те келді. Қыз оған өз білгендерін айтып, көмек бермейтінін біліп кетіп қалады. Қыз бұл жерден шыққан соң Ксавьерге келеді. Жігіт оған салған суретін көрсетіп, бұл үйдің қайда орналасқанын айтады. Қол болса бір суреттің бетін ашып көргенде, онда қыздың суреті бейнеленген екен. Жігіт өз сезімдерін білдіріп, сені ұмыту қолымнан келмеді дейді. Бірақ та қыз еш жауап бермей кетіп қалады. Бұл уақытта Бианка кездесуге келді. Жігітпен падушам сөйлесіп, екеуінің арасында ұшқын пайда бола бастады. Кешкісін қыз үйге келеді. Есіктен де ашқалы жатқанда ол үйден мэр шығады. Ол кісі телефон арқылы шерифке хабарласып, барлығын кім істеп жүргенін анықтағанын айтады. Қыз бұны естіген соң машинаға тығылып қалды. Мэр кездесу орнына келіп машинадан түскенінде оны бір машина қағып кетеді. Не болғанын түсінбей, шериф пен қыз аң-таң. Ол қыздан мэрдің машинасында не істеп жүргенін сұрайды. Қыз болса Гейстер үйіне барғанда оны көріп қалдым дейді. Бұл әңгімелерден соң қыз директордан сөз естіді. Ол кісі толық локдаун жасап, енді мен айтқанша мектептен шықпайсың деп талап қойды. Кешкісін Уэнсдей Тайлерге хабарласып, кешкі асқа келсемін. Сондықтан сағат 8-де Невермордың алдында кел деп айтады. Сағат 8-ге жақындағанда тосын сүй үшін рахмет айтпағаным дұрыс болмады. Әтте мектеп жақ болмағанда бірге тойлайтын едік деп Эниттен кешірім сұрайды.
Давай я совру, что вот-вот обернусь и попрошу провести к клеткам, а ты вызовешься меня запереть. Неужели ты заразилась моим коварством? Шығар кездерінде Инет қызға шарпты тағы болуын сұрайды. Амал болмаған қыздың келісуіне тура келді. Көшеде Тайлер қызды күтіп тұр. Боже. Газуй. Привет, я тоже рад тебя видеть. Артына Инет отырып, не болып жатқанын сұрайды. Уэнсдей болса пландар өзгергенін айтты. А почему это вы в этих странных парных шарфах? Не спрашивай. Просто веди. Бұл уақытта қыздың бөлмесіне Ксавер келеді. Ол қыздың жоқ екенін көріп, қолдан қайда екенін біліп алды. Бұл үшеуі Гейстер үйіне келеді. Бұл жер өте қорқынышты екен. Я на это не подписывался. Скажи. Я не хотела праздновать свой день рождения за ужином или на вечеринке. Я хочу сюда. Гаражға кіргендерінде мерді қағып кеткен машинаны көрді. Артынша үйдің ішіне кіреді. Это Гаррет. Его ненавидящий изгоев отец Энсель. А ты, видимо, Лорел. Они уже давно мертвы. Вопрос в том, зачем Гуди меня сюда привела? Кітаптар тұрған сөреден есік ашылып, артында Крекстоунның суреті тұр екен. Бұл жерде қара магияның іздері де бар. Шамның жақын арада өшкенін біліп, қыздар екінші қабатты, ал жігіт болса астыңғы қабатты тексерді. Қыздар бөлініп, бөлмелерді аралайды. Бір кезде Инеттің дауысы шықты. Бұл бөлмеде адам тұрып келгені анық. Одан бөлек дәрігер Юджинге келген гүл бұл бөлмеде де тұр екен. Инет болса Лорел Гейстің аты жазылған қобдишаны көреді. Осы уақытта Тайлердің дауысы шықты. Сөйтсе бұл жерге қобжық келген екен. Екеуі ас үй лифтіне кіріп тығылып отырғанда байқамай лифт құлап кетеді. Бұл подвалдың ішінде өлген адамдардың дене бөліктері сақталған көрінеді. Қобжық енді жақындап қалғанда қыздар терезе арқылы сытылып шығады. Одан соң Тайлерге көмек беру үшін қайта барады. Тайлер болса кеуде тұсынан жараланған екен. Ең қызығы осы сәтте Ксавер де келді. Одан соң қыздың оған деген күдігі одан сайын артады. Олар Тайлердің үйіне барып, жарасын таңып жатқанда үйге әкесі келді. Уэнсдей оған барлық жағдайды түсіндіріп, Гейстер үйіне апарады. Бірақ бұл жер толығымен тазаланған екен. Тіпті ешқандай да айғақтар да жоқ. Шериф қызды қатты сөгіп, ендігі бұл іске араласушы болма дейді. Мектепке келгенінде қызды директор күтіп тұр. Мне предсказали, что я уничтожу школу. Но думаю, я ее спасу. Все, что вы поклялись защищать, не меньше. Я заслужила еще один шанс. Осыдан соң қызға бір мүмкіндік береді. Бөлмесіне барған уақытында Инет киімдерін жинап жатыр екен. Ол қызға ренжіп, басқа бөлмеге ауыспақшы. Ты используешь всех ради своей выгоды, даже если придется рискнуть их жизнями. Мы могли умереть из-за твоего дурацкого увлечения. Осылай Уэнсдей жалғыз қалды. Үйден алған қобдишаны ашып қарағанда бір суреттерді тауып алады. Осы уақытқа дейін оны аңдып келген екен. Қыз әбден ойға шомылып отырғанда, мердің палатасына біреу келіп оны өлтіріп кетеді. Тот, кто следит за мной, запомни. Я тебя найду. Осымен 6-шы бөлімнің соңы. Достар, алда ең қызықты сериялар қалды. Сондықтан сіздерден үлкен өтініш арнаға жазылып, осы видеоға лайк баса кетіңіздер. Келесі кездескенше.